Необходимо принять решение. Прошу. Решение принято. Қазақстан үкіметі Әділет министрлігі дайындаған заң жобасын мақұлдады. Әділет министрі Марат Бекетаевтың сөзінше, ұлттық мүдделерге конституциялық құрылыстың тұтастығы, ел тәуелсіздігі, біртұтастығы және президенттік басқару нысаны кіреді. Қылмыстық кодекстің 11 бабында бар 16 қылмыс түрі ел мүддесіне зиян келтірген болып саналады. Олардың ішінде геноцид, экоцид, сепаратизм, экстремизм, терроризммен қоса президент өміріне қауіп төндіру, билікті басып алуға, конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге шақыру да бар. Бұл қылмыстарды жасаған адам өзге жазамен қоса азаматтықтан да айырылуы мүмкін. Министрдің сөзінше, заңның саяси астары жоқ. Никакой политической здесь. Мұнда ешқандай саяси астар жоқ, ешқандай саяси мәселемен де байланысы жоқ. Әңгіме террористік әрекетке мүше болған адамдарды елге оралтпау, олардың идеологиясын Қазақстанға жайғызбау туралы болып отыр. Возможности вернуться. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис азаматтықтан айыру жазасы Совет одағы кезінде үкіметке қарсыларға кеңінен пайдаланылғанын, одағы ыдырағанда саяси қуғын ретінде саналып, көрші Ресейде конституциядан алынып тасталғанын айтады. Статьи, связанные с различного рода призывами к әртүрлі конституциялық өзгерістерге шақыруға байланысты баптар және экстремизм мен терроризмге қатысты заңдар біздің елде саяси бағытта пайдаланылуы мүмкін. Яғни саяси қарсыластарды қуғындау мақсатында. Есімізге түсірейікші, 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасынан кейін оппозиция лидерлеріне өткен жылғы жер митингілері белсенділеріне осындай айыптар тағылған. Егер осы баптарға мына жаза қосымша қаралатын болса, сәйкесінше ол саяси мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін. по земельным протестам. Биыл наурызда Қазақстан конституциясына бірқатар өзгертулер жасалған болатын. Әділет министрлігіне ел заңдарын реформаларға сәйкестендіру тапсырылған еді. Үкімет мақұлдауынан кейін заң жобасы жуық арада парламент қарауына ұсынылады. Мәди Бекмағамбет, Тимур Айтмұхамбетов, Нұрбек Түсіпхан, Азаттық ТВ.